Сәлеметсіздер ме? Мен Еспегінкар нөмір 66 жалпы білім беретін мектептің 10 сынып оқушысымын. Жалпы бүгін біз Абай атындағы паркке кішігірім экскурсия жасайтын боламыз. Ендеше неге тұрмыз? Кеттік. Абай бейнесі қазақ бейнесі. Барлығымызға белгілі ұлы ақын 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүние салған болатын. Ұлы ғұлама ақынның қазақ әдебиетіне сіңірген еңбегі өте көп. Оны алдағы слайд-шоуда бірге тамашалайтын боламыз. Және де бұл аллеяда бізде Кеңес одағының батырлары мен орден иегерлері де бар. Қарап отырғандарыңыздай, бұл қабырғаларда осы батырларымыздың есімі жазылған. Жалпы оңтүстік Қазақстанда Ұлы Отан соғысына бізде 14 мың жауынгер қатысқан екен. Ал арттарыңызда тұрған ескерткіш осы 14 мың жауынгерге арналған ескерткіш болып табылады. Даңқты қолдан бермеген солдаттар үшін мыңда бір тағзым етеміз. Жеңістің 70 жылдығына арналған ардагерлер аллеясы бар. Қорытындылай келе біз не айта аламыз? Ұлы Абайдың паркі қазіргі таңда Шымкент қала тұрғындары үшін ең керемет демалыс орны деп атасақ болады. Бұл жерде өздеріңіз көргендей ұлы ардагерлер аллеясы және де тәуелсіздік аллеясын кездестіруге болады. Бұл жер барлық халық үшін демалуға өте ыңғайлы жер. Сол себепті сіздерді Абай паркіне шақырамын.